Біздің тарих Қытайдан да терең тарих. Себебі біздің эрамыздан бұрынғы 6000 жылдың ар жағында Түркияда қатырылған саздар жатыр. Соны оқылады, қай тіл екенін ешкім білместен мертвый тіл деп қараған. Содан кейін бір Айжа Ахмет дейтін жігіт бар еді Жамбылда. Орысша мықты, өмірін арнады. Мен айттым, сен осының түгіне жетпей қойма. Сөйтіп сол происхождение тюркского мира дейтін мынандай кітап жазды. Сонда Қытайың ана жерде қалады тарихы. 5000 жыл жүр ғой, 5000 жыл. Біз 5000 жылдың ар жағында, 6000 жылдың ар жағында тұрмызбыз тарих. Сонда Қытайды кеме, біз кеме күшті. Толғанып жүрмін бір мақала жазуға. Салыстыру тұрысынан. Европа мақтанады, Қытай мақтанады, мынау мақтанады. Біз де мақтанып көрейікші. Не болар екен? Жаңағын айтпақшымын. Сонда жаңағы жазылған тақтайлар бар сазға. Бәрі торговый нәрселер. Соның ішінде патшаның ұлына жазған хаты бар. Оқыған кезде қазақша шықты да кетті. Қазақша сөйтіп тұр. Түркше ғой енді. Оны кім теріс deyіледі? А сызықты жазу, Б сызықты жазу. Б сызықты жазуды кімдер алды? Гректер. Олар А сызықты жазудан алды. Гректер жазуды бізден алған. Цивилизованный Европаның несі? Тамыры. Ал бұл анау неде төбе-төбе үйіліп жатыр. Жаңағы сақтап қойған. Факты. Ештеңке дей алмайды. Басында анау арғынмен жазуын бұлар мойындамады ғой. Жабайы нелерде бұндай болмайды. Кейін оқаннан кейін түркше сөйлегеннен кейін қолдарын көтеріп рас екен деп. Біздің тарих бүкіл халықтардың бәрінен терең тарих. Соны біртіндеп етуіміз керек. Атилланы